Дархан Асаділов орнына Берік Қасенов келді. Каратэден ұлттық құраманың бас бапкері ауысты. Бұған дейін жетекшілік еткен Дархан Асаділов өз еркімен қызметінен кетіп, оның орнына спорт және дене шынықтыру істері комитеті төрағасының бұйрығымен тағы бір білікті отандық маман Берік Қасенов тағайындалды. Ол бұған дейін спортшы ретінде ел чемпионаттарының және халықаралық жарыстардың жеңімпазы болды. Бертін келе жаттықтырушы ретінде әлем чемпионы Алихан Қыдырғалиді, Азия чемпионы Даяна Дарянская мен Белла Самашеваны, Азия чемпионатының жүлдегерлері Диас Олбек пен Нұрия Тізімбайды, Азия ойындарының жүлдегері Лаура Әліқұлдарды дайындап шығарды. Енді ересектер арасындағы негізгі командамыз ұлттық құраманың тізгінін алды. Бұл өзгерістердің дәл қазір жасалғаны маңызды, өйткені алда жылдың басты жарысы Азия ойындары бар. Осыған байланысты 2-3 ай көлемінде ішкі жұмыстарды реттеп, жаттығу жиындарын өткізіп, қазақ қыз-жігіттері жеңіс жолын жалғайтындай формаға әкеледі деп сенеміз.